1917 жылы қазақ әдебиетінің негізін салушы Сәкен Сейфуллин Ақмола қаласына көшті. Одан кейін Сәкен Сейфуллин ағартушылық және халық комиссия болды. Одан кейін Ақмола депутаттар Сәкен Сейфуллиннің өкіліне сайлады. 1918 жылы 4 шілдеде үлкен ең биік гвардияшының орнына қойды. Одан кейін Сәкеннің достары, осылайша көп қазақтар большевиктердің тұтқындап жатқан кезінде Сәкеннің достары келіп, 1919 жылы қыста тұтқындалғандарды Омбы қаласына жеткізу шешім қабылданды. Келген 15 адамның 2-ақ офицер, қалғандар бас кесерлер болып шықты. Ақмола қаласында 15 адамға 40-қа жуық жергілікті тұрғындар қосылды. Қаңтардың суық аясында 50 арестант Омбы қаласына жаяулап келуі тиісті болды. Қараушылардың ішінде Сейфулланың туысқаны көрініп шығып еді, бірақ бұл жайт оған көмектесе алмады. Сәкеннің жарының есімі Гүлбахрам Батырбекқызы. Салт-дәстүр бойынша Гүлбахрамды ауылындағы ақсақалдардың баласына айттырып қойған. Бірақ той қарсаңында күйеуі қайтыс болған. Жесір қалған Гүлбахрамды күйеуінің туысқандары әменгершілікпен алуға ойланады. Адуын оған ешбір жігіт ұнамағандықтан Қызылжар қаласындағы практикалық кеңестік мектебіне түсті. Сәкен Сейфуллин мен оның достары қашуға шешім қабылдады. Олар екі жекені куәлік ететін құжат тауып алып, қар тасып шығаратын тұтқындағы Австралия азаматтарымен келісті. Арестаттар ризашылығын білдірді. Бірақ олар арестаттарға шанаға, яғни қардың астына қашқынның жататынын айтты. Ал арестаттар онымен келісті. Сөйтіп, мен ойланбастан шанаға жаттым. Менің үстімнен жұмаршақ қар қойылды. Оның үстіне таяқ қойып, оның үстіне адам отырды. Тіпті демалуға да қиын болды, бірақ мен шыдадым. Осылайша 1939 жылы сәуірдің 3 күні Сәкен Сейфуллин түрмесінен шықты. 1937 жылы қазақ зияндылардың халық жауы деген атқа ие болғанда Сәкеннің түрі жабыңқы еді. Қармау қарсаңында 1937 жылы күзінде Сәкен өз үйінде сирек шығатын. Гүлбахрам Батырбекқызының естелігі бойынша ол Алматыға барып, сол жердегі жақын ауылдың киіз үйде тұрған. Сол кезде оның көңіл-күйі аса қайғылы еді. Оны жауататын ешкім болмады. Анда-санда Сәбит Мұқанов келіп тұратын. Оның ең жақын достары Ильяс Жансүгіров пен Бейімбет Малин жазаға тартылды. Оның қазіргі жұбанышы оның кішкентай ұлы Аян еді. Тағы тап боп тағдыры бір кесірге, ақын жатыр Алматы түрмесінде, кеше жұртты тәңірдей табындырса, бүгін өзі кіріпкер күн кешуде. Айналдыма шынында күн бесінге, жанашыр жоқ, жақын жоқ тілдесуге, қалың елдің қамқоры секілдеген тұрушы еді үкімет мінбесінде. Басқа өлеңдер сыңқылдаған жырлар кеште, дүбірлейді Астана іргесінде, білегенде шылдырлап темір кісен, ақын жатыр Алматы түрмесінде. Түрменің түндері ұзағы анық,
мұнайының енді оның ұзамалық, кейде төзім таусылса тас түрменін, тепкілейді есікті ызаланып. Есімің кім? Сәкен Сейфуллин. Кәсібің кім? Ақын болып ой толғадым. Жыршы едім. Бірақтан күннің көзінен өлең айта алмадым. Тоқтат сөзді, жауап бер тек сұраққа. Сен көсемге байлаймын депсің оққа. Сен Троцкийдің тобына қашан кірдің? Айт шыныңды. Шыдамды кеп сынатпа. Енді қалған ғұмырын қысқа мүлдем. Тамау жерден тап жолмай ұстадым мен. Неге сонша өшіктің ұл адамға? Кегім бар ма алмаған Сталиннен? Тар тілінді әй жолдас арандатпа. Ғайбатынды бетінен бет алды бұрандатпа. Бетіндегі жылт етіп бір тамырын ұялсаншы арамға одан аққан. Мен кәдімгі большевик Сейфуллинмін. Болшылдама тәңірім Троцкий деп бастайтын жоқ па еді кей туындың. Алданғандан ақынға өлгені тек тіл қасында. Біл Сәкенді ат қыла біл деп сағанда қатты ма әмір. Галинаның сыйлаған ескерткіші Тәж Махалдың мүсіні ақ мрамор. Өтірекен деп мүлдем емес, мүсін емес жасырынған болба екен. Бұның бәрі қастандық Сталинге. Ит екенсің оңбаған екі аяқты, жөргегінде жоғалтқан ұят аяқты. Тілінді тартып бердің, тыңдамадан, сондықтан да осы иттің таяғын өзің жер. Жақсылықтан жаусыздық неғып күшті, жендет